Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Ну, посмотрим, что там будет в конце сезона, потому что мы уже говорили о том, что Шымкент... О, какой классный перехват! И 1-0 должен быть счет. 1-0 счет становится. Сами себе привезли мяч в ворота хозяева площадки. Жасханат Турганбек отличился. Ну, все сделал для него, да. Пенальтиден гол соққан еді. Бүгін әріптестері гол соғуға жағдай жасап берді. Бұл жерде допты тартып әкетіп, жұлып әкетіп, Жасханат Турганбекке пас берген. Және Шымкенттің 10-шы нөмірі бүгінгі кездесуде есеп ашып отыр. Күтпеген нәтиже. Жасханат Турганбектің бұл осы маусымдағы екінші голы. Алғашқысын кеше соққан еді. Ал бұл жерде Нышанов, Диас Нышанов көп жұмысты атқарып берді. Допты тартып алған Нышанов, пас бергенде Нышанов және осындай керемет шабуылды голға айналдырған 7-0, 5-1. Сонымен қатар бәйтеректен міне жеңілгені бар. 2-3 есебімен екінші матчта 3-2 есебімен жеңді қазір Мәлібеков. Тимур Мәлібеков таразы басын теңестірді. Есеп 1-1. Тұлпардың реакциясы осындай. Тимур кеше команда 7 гол соқса да Мәлібеков біреуіне де өз еншісін жаза алмаған еді. Бүгін өте маңызды гол соқты. Осылайша Бекзат Ордабайдың қақпасына гол тоғытылды. Тұлпардың жанкүйерлері мұнда да сол Қорғанстан шабуылға шығу кезіндегі қателік шамамен бір-біріне ұқсас деп те айтуға келетін шығар. Тимур Мәлібеков ұзақ ойланған жоқ. Семейге ауысып, Семейден қайта келген. Доберется просто из первого ряда. Практически не добрался. Ну, знаете, на самом деле классно проявляет себя Бекзат по ходу первого тайма. Мы так немножко посыпали голову пеплом. Вот это удар. 2-1 Черномордов. Владислав өкінішке қарай қалай гол соққанын көрмей қалды. Қазір бейне қайталауда міндетті түрде тамашалап бағалай жатармыз. Владислав Черномордов мен түсінгенім бойынша ауттан кейін гол соғып отыр. Кеше де ауттан кейін есеп ашқан еді. Қазір тәжірибелі футзалшы, бұрынғы Тұлпардың ойыншысы ғой Черномордов. Жабылғанға дейін де осы Тұлпарда ойнады. Жабылып қайта ашылды. Черномордов әлі ойнап жүр. Тұлпар сапында жойқын соққы. Дүйсенбінің пасынан кейін алыс бұрышты дәл көздеді Бекзат Ордабайдың бұл жерде көмектесетін еш. Может быть, очень больно. Бірақ Шапағат Мақұлбек бұл кәсіпқой футзалшы, сондықтан доп қалай келет арқын тауып әйтеуір бір соққы жасайды. Бұл жерде Шапағат Мақұлбек қауіпті соққы бақтай алды. Әйтсе де Дәулет Затыбеков, міне дәл осы голкипер командасын құтқарған. Қазір Затыбеков алса соққы гол! Дәулет Затыбеков есеп 3-1. Кешегі Бөрібайұлының голына жауапты бүгін Дәулет Затыбеков жауап қатып отыр. Тұлпардың 3-ші нөмірі қандай тамаша соққы. Футзалда негізі қақпашының голына қанша жерден гол соқса да таңғалай беретініміз жалықтырмайды. Міне ортадан өтті де соққы. Бекзат Ордабай сәтсіз ойнады. Бір жағынан алдын жауып тұрған біраз ойыншы кедергі келтіргендей. Тура бұрышқа соқ. Өкімбаев. Ортаға пас. Дәулет Затыбеков. Тағы бір соққы бақтап жіберу әбден ықтимал. Және ортаға пас. 3-1 кейін есеп 4-1 болды. Тұлпар тағы бір гол соқты. Бұл Диас Еркеғұлов. Гол авторы бейне қайталаудан нақтылаймыз қазір Диас Еркеғұловпен. Допқа ұмтылған болатын. Бұл тұста Дінмұхамед Қуаныш екеуі қақпа алдында болды. Ал гол соққан міне Диас Еркеғұлов. Анчаков ортаға қарай пас берген, Қуаныш тоқтатып берді және Еркеғұлов топты қақпада тулатты. Да, словно какой-то холодный душ организовали соперников после того, как вышли команды из... Бір тең ойын тіркелді. Аяттан жеңіліп, Қызылорданы жеңіп, Қызылорда мен Жетісуды жеңіп, Аяттан жеңілді. Яғни Алтыбай еншілеген қазір тамаша соққы Көкімбаев. Есепті 5-1 қылды. Бекзат Ордабайға
алда тұрған ойыншылар бөгет болып қалғандай. Тамаша соққы және Бауыржан Көкімбаев. Назарларыңызда кеше сарғағаз алған еді. Бүгін Бауыржан Көкімбаев еншісіне гол жазып отыр. Өте жойқын соққы. Ешкім күтпеді. Бұл жерде Ордабайға алда тұрған Нұрсұлтан Орманбек бөгет болғандай. Допты ойынға қосатын Артем Жан жерлете пас берді және есеп еселенді. Тұлпар тағы бір гол соқты. 6-1 есеп. Бұл Нұржол Шәрібеков. Бүгінгі матчтың нүктесін қойғанда секілді. Ойынның соңына дейін 39 секунд қана уақыт бар. Шәрібеков. Осылайша Шымкент бүгін есеп ашып, кейін Тұлпар қатарынан 6 гол тоғытып тастады.